Ассалаумағалейкум, көзі қарақты көрермен, эфирде жаңалықтар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Маңғыстауда білім беру ұйымдары басшыларының заңсыз әрекеттері әшкере болды. Кейбір директорлар сабақ бермесе де басқа мектептерден айлық алып отырған. Құзырлы орган өкілдері осындай заңсыздыққа жол берген 3 педагогты анықтады. Олардың бірі облыстық білім басқармасының қызметкері. Қалған екеуі Қарақия аудандағы білім үйлестіру орталығының басшысы мен нөмірі 7-ші орта мектептің директоры. 3 қызметкерде адалған аудандағы кешкі ауысымды мектептен заңсыз айлық алып келген. Олар пән мұғалімдері болып тіркеліп, сабақ бермеген болып шықты. Білім саласына талдау жүргізу барысында Қарақия аудандағы кешкі ауысым дейді ғой, вечерний школа дейді. Сол кездегі ауысымдағы мұғалімдердің сабақ бермей жалақы алып жүрген директері анықталды. Соның ішінде облыстық білім басқармасының бір қызметкері, сонымен қатар Қарақия аудандық нөмірі 7-ші мектептің директоры, тағы да бір мектептің директорлары сол жерде жаңағы математика пәнінен, қазақ тілі пәнінен сабақ берді деп көрсетіліп, ол кісілердің сабақ бермеген директері анықталды.